Тромбоз – бұл веностық тромбоэмболия. Тромбоз әдетте аяқтың тамырларына, сирек жамбасқа немесе жамбасқа әсер етеді, бірақ бауыр мен қақпа веналарының тромбозы да жиі болады. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Тромбоздың ең жиі кездесетін белгілері: аяқтың ісінуі және ауруы, терең тамыр тромбозы аурудың ең таралған түрі. Денеде бірдеңе болып жатқанын көрсететін алғашқы белгілердің бірі. Безгек, терең тамыр тромбозы және өкпе эмболиясы бар науқастарда қызба байқалады. Сондай-ақ бір аяқтың жылынуына назар аударған жөн, егер аяқ дененің қалған бөлігінен жылырақ болса, бұл тромб пайда болғанын көрсетуі мүмкін. Кеудедегі ауырсыну әдетте инфарктпен байланысты, бірақ бұл өте қауіпті өкпе эмболиясына да тән екенін білу керек. Егер ол қысым сезіммен және тыныс алудың қиындауымен бірге жүрсе, дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Аяқ-қолдардың парезі, аяқ-қолдардың жиі ұю сізді алаңдатуы керек. Бұл міндетті түрде сізде тромбоз бар дегенді білдірмейді, бірақ бұл көптеген жағдайлардың симптомы, мысалы, неврологиялық, сондықтан оны тексерген дұрыс. Қолдар мен аяқтардағы сезімнің болмауы да тромбозды көрсетуі мүмкін. Ентігу, егер тынысыңыз тарылса, бұл тромбоздың үнсіз симптомы болуы мүмкін. Көбінесе сіз тыныс ала алмайсыз ба? Дәрігерге барған дұрыс, өйткені мұндай симптом өкпе эмболиясын көрсетуі мүмкін. Қанды сұйылтатын өнімдер. Даршын құрамында тамаша антикоагулянт ретінде жұмыс істейтін қоспа кумарин бар. Даршын аз мөлшерде тұтынылған кезде қан қысымын төмендетуге және қабынуды жеңілдетуге көмектеседі. Бұл дәмдеуішті тұтыну көбінесе артрит және басқа қабыну жағдайларынан туындаған қабынуды азайтуға көмектеседі. Алайда ұзақ уақыт бойы даршын көп мөлшерде қолданудан аулақ болыңыз, себебі бұл бауырдың зақымдалуына әкелуі мүмкін. Зімбір бұл қанның керемет сұйылтқышы, өйткені құрамында көптеген өсімдіктерде кездесетін табиғи химиялық зат, салицилат бар және қанның ұюынан сақтайды. Қанның жұқаруы туралы айтатын болсақ, зімбір организмдегі қабынуды азайтуға көмектеседі және жүйкені босаңсытады. Қызыл бұрыш қан мен тамырларда қан ұюының алдын алуға көмектесетін қанның керемет сұйылтқыш әсеріне ие. Бұл бұрышта салицилаттар көп болғандықтан бұл ағзадағы қан айналымын күшейтеді және қан қысымын төмендетеді. Сарымсақ организмдегі бос радикалдарды жоюға көмектеседі және осылайша жасушаның бұзылуына жол бермейді. Бұл ағзадағы тромбоциттер санын жақсартуға көмектеседі және қан қысымын төмендетеді. Сарымсақ қан тазартқыш ретінде жұмыс жасаумен қатар ағзадағы қан айналымын жақсартатыны белгілі. Куркума. Куркуманың негізгі ингредиенттерінің бірі, антикоагулянттың рөлін атқарады. Бұл холестерол мен қандағы сұйылту және қан ұюының алдын алу үшін оны кетіруге көмектеседі. Кейбір зерттеулер жүзім тұқымының сығындысы жүрек пен қанның бірнеше жағдайына пайдалы болуы мүмкін екеніне назар аударды. Тұқым сығындысында қан тамырларын қорғайтын және қан қысымының жоғарылауына жол бермейтін және қанның сұйылтқышы рөлін атқаратын антиоксиданттар бар.